Қытайлық миллиардер Джек Маның өмірі ертегі секілді. Бұрын ол жалақысы $15 құрайтын қарапайым мұғалім болса, қазіргі таңда ол байлығы $35 миллиард құрайтын магнат, инвестор, Alibaba Group компаниясының негізін салушы. Джек Ма, қытайша аты Ма Юнь, Ханчжоу қаласында 1964 жылы 10 қыркүйекте кедей әншілердің отбасында дүниеге келген. Ол 12 жасынан бастап ағылшын тілін үйренуге бел буып, Ханчжоу халықаралық қонақ үйінде шетелдік туристермен сөйлесіп жүрген. Ағылшын тілін одан әрі жетілдіру үшін Джек Ма 9 жыл бойы күніне велосипедпен 112 км қашықтықты жүре отырып, туристерге тегін турлар ұйымдастырған. Шетелдік туристер Джек Маның қытайша есіміне тілі келмей, оны Джек деп атап кеткен. Джек Ма бастауыш мектепте 2 рет тесттен құласа, орта мектепте 3 рет тапсыра алмаған. Тіпті колледжде де 2 рет емтиханнан өте алмаған. 1988 жылы Ханчжоу педагогикалық институтын аяқтап, ағылшын тілінің мұғалімі атанған. Дегенмен 90 жылдардың басында ұзақ уақыт жұмыс таба алмаған. Тіпті KFC ресторандар желісі де оны жұмысқа алмаған. Джек Ма Гарвард университетіне түсу үшін 10 рет құжат тапсырып, 10 рет бас тарту алған. 1995 жылы ол аудармашы ретінде ақш-қа барып, онда алғаш рет интернетпен танысқан. Джек Маның интернетте жазған алғашқы сөзі сыра болған. Ол интернетте Қытай туралы еш мәліметтің жоқ екенін байқап, China Pages веб-сайтын жасаған. 1999 жылы Джек Ма Қытайға интернетті енгізудің жаңа бизнес идеясын ойластырды. Кіші және орта бизнеске арналған электронды коммерция жобасын іске асыру үшін ол 18 досынан $60,000 қарыз алады. Осылайша әлемге әйгілі Alibaba компаниясы пайда болады. Бүгінгі таңда Alibaba Group компаниясына Қытай электрондық саудасының 80% тиесілі. Корпорация құрамына Alibaba Pictures, AliExpress интернет дүкені, Taobao интернет аукционы және Alipay онлайн төлем платформасы кіреді. Джек Ма компанияның атауын Alibaba және 40 қарақшы ертегісінен алған. Себебі ол ертегідегі Alibaba есімі бүкіл әлемге таныс және айтуға оңай деп шешкен. Форест Гамп Джек Маның үлгі тұтар персонажы. Себебі ол да мектепте көп таяқ жеп, кейін сәттілікке жеткен. Джек Ма CNBC-ге берген сұхбатында, мен бұл фильмді 10 шақты рет көргенмін, әрдайым көңіл күйім болмаған кезде көремін деген екен. Джек Ма сахнада өнер көрсеткенде ұнатады. 2017 жылы ол Майкл Джексонның Dangerous World турындағы костюмын киіп, Billie Jean әнін орындаған. 2017 жылы Джек Ма Димаш Құдайбергеновпен де кездескен.